Бағыт, бағдар. Интернетте жергілікті жерде қалай бағдарлауға болатыны туралы мәлімет іздесең, мына суретке ілігесің. Бұл жерде тал түсте күн арқылы көкжиек тұстарын анықтауға болатыны делінген. Ал қазақтар, үндістер сияқты бағытты күн шығысы арқылы анықтаған. Қазақ бетімен күн шығысқа қарап, оң қолын оңтүстік, сол қолын солтүстік деп білген. Сол себепті оңтүстік жақты оң күнгей, құбыла, жарық жақ, ал солтүстік жақты сол, теріскей, көлеңке жақ деп білген. Қазақтар түнде айға, жұлдыздарға қарап, күндіз күнге қарап бағдар тапқан. Мысалы, аңшылар аң күннің сол жағына қашты. Жылқышы жылқыны күн астына айдады. Таудың теріскей беті, таудың құбыла беті. Бәрінің ниеті оң құбыла болар деген сөздер бар. Біз 14 наурыз күнін әбдікей күні деп атаймыз. Осы күннің ерекше ырымы бар. Жел онынан соқса, көктем ерте келеді. Терісінен соқса, 40 күн азабы болады деп жатады. Көріп отырғандай, күнді бағдар нысана ретінде қолдану өмірде өте ыңғайлы. Қазақтың бағдары күн болған. Қытай аспан асты елі болса, қазақ күн елі болғанына бұл азды көпті дәлел емес пе?